Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе деген ауылында дүниеге келген қазақ баласы Ескендірдің өнер жолына түсуінің өзі кездейсоқ болған жоқ. Әкесі скрипка шебері болған адам. Ал өнер менің өмірімбе деп толғанған жас жігіт Ермек Серкебаев, Роза Бағланова сияқты аға апаларын сахнадан көргенде өзінің ғұмырлық миссиясы қазақ әнінің киелі сахнасы екенін сезінсе керек. Қарапайым ауыл баласы алғаш рет нотамен Орал қаласында 6 ай баян аспабымен ойнайтын музыканттар курсында танысқан. 1963 жылы қазақ радиосында музыка редакторы болды. Бір жылдан соң Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының вокалды хор факультетін Галина Виноградова мен Надия Шәріпованың классында бітірген. Еңбек жолы ел назарында болған жігіт Қазақ ұлттық педагогикалық қыздар институтында хор дирижері, Қазақ радио және телеарна оркестрінің солист қызметтерін атқарды. Халық әндері мен Қазақстан композиторларының әндерін орындап көпшілікке танылды. Алғашқы Анаға сәлем әнін 1961 жылы шығарған. Ән бірден халық арасында кең таралып, композитор ретінде осы әнмен танымал болды. Туынды 60 жылдардан бері көпшіліктің көңілінен орын алып келе жатыр. Кейіннен Асыл арман, Әдем ау, Сағындым сені, Бозторғайым секілді танымал әндер жазылды. 50 жылдан астам уақытта 200-ге жуық ән, романс, хорға арналған шығармалар, фильм мен музыкалық қойылымдарға әуен жазды. Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Әдем ау әнін 70 жылдары Қарағандыда концерттерінің бірінде кездейсоқ көріп қалған қызға арнаған. 4 жылдан кейін ол қызды Алматыда тағы бір рет кездестіріп, кейін сол қызбен отбасын құрады. Композитор жары Тарикоға өзге де лирикалық әндер арнады. Соның ішінде Гүл сезім, Есің ал, Ескірмеген махаббат әндері бар. Тұңғиық көзіңдегі бөлендім шапағатқа, бұл нәзік сезім бедай, бұл әлде махаббат па. Хасанғалиев гастрольдік сапарларымен Монғолия, Болгария, Югославия, Алжир, Сирия мен Ливан, Швеция және Финляндияда болды. 2010 жылы Өтеген Оралбаевтың сөзіне жазылған Азияда алауы әні 107 әннің ішінен іріктеліп, Қазақстанда өткен Азияданың әнұранына айналды. Қайрат күші тастан, қиялардан асқан, құрлықтарды қосқан, Азияда елімде. Ардақты азаматтың өнерін бағалай білетін жан-жары Дарико Сопыжанқызы Хасанғалиева екеуі үлкен өмір асуында ешқашан жұптарын жазған емес. Отбасында 2 қыз, бір ұлдың әке-шешесі, немерелерінің ата-әжесі. Ұлы Біржан Хасанғалиев эстрада әншісі, композитор. 2015 жылдан бастап Петр Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжінің директор қызметін атқарады. Композитор үнемі ұлы Біржанмен бірге дуэт орындайды. Әке мен ұлдың орындауында Ескірмеген махаббат, Студенттер әні, Ақ тілек, Атамекен сияқты туындылар көпшілікке кеңінен танымал. Өзі сазгер, өзі әнші, әрі композитор ағамыздың халқымыздың ән өнеріне қосып келе жатқан үлесі ұшан теңіз, әсем, сазға деген қабілеті де ерен. Ол жайлы ағамыздың замандастарымен өнердегі ізін басып келе жатқан әнділері былай дейді. Хасанғалиевтің енді өзі мына әнші болғандықтан Ескендірдің әнін айту ол өте бізге тиімді. Ол біледі қалай айту керектігін, қай әнші қандай әнді айту керектігін біледі Ескендір. Сондықтан Ескендірдің әндері менің репертуарымда үлкен орын алды. А, Б, А емес те, бір өлеңдерде айтылады ғой, А, Б, А болып. Ондай емес, бұл композиторның композициясының өзі өте бөлек үлкен дүние де, яғни қайырмасы басқа ноталар кетіп қалады, үлкен бір кең ауқымда. Сондықтан Ескендір ағаның осындай әндерін мен өте жақсы көремін. Қадыр Мырзалиннің сөзіне 1970 жылы жазылған патриоттық
Атамекен әнін 1986 жылдың желтоқсанында Алматы жастары орындады. Содан кейін радио мен телеарналардан бұл әнді қоюға тыйым салынды. Тәуелсіздік алғаннан кейін тыңдаушысымен қайта қауышқан ән бүгінде еліміздің бейресми әнұраны ретінде сан түрлі салтанатты жиындарда әлі күнге дейін орындалып келе жатыр. Қазақтың ән өнері барда, өнердің Ескендір Хасанғалиевтей перзенті барда, ұлтымыздың музыкалық мұрасы әлі де толыға түспек.